Алматыда қазанның 20-сы күні блогерлердің арасында видео бәйге атты фестиваль өтеді. Сапалы, қызықты, мағыналы видео түсіретін жас вайнерлердің аты осылайша бүкіл елге танылады. Шараны Genesis YouTube Қазақстан компаниясы ұйымдастырды. Жастар арасында әртүрлі тақырыпта видео түсіріп, YouTube'да өз каналын ашу сәнге айналып барады. Өмірде болған кез келген жағдайды мысқылмен, қалжыңмен көрсететін жастардың еңбегі көпшіліктің көңілінен шығып, оны жасаушылар вайнер жұлдыздарға айналып барады. Алматы қаласының тұрғыны Ратбекте өзінің есепші мамандығын ысырып қойып, өмірін осындай видео түсіруге арнаған. Қазір оның Instagram'дағы парақшасында 1 миллионнан астам адам жазылыпты. Вайнға дейін КВН ойнағам, өзім жаңағы кішкентай кезімде әртіс болғым келіп, содан солай болып кетті. Енді ол заманның ағымы ғой, сөйтіп жай өзім үшін түсіріп жүрдім, сонымен серьезный нәрсеге айналып кетті. Видео бәйге жас вайнерлер арасындағы тартыс, оған 3000-нан астам жас блогер қатысуға өтініш білдіріпті. Олардың еңбегін бұл салада кәсіпқой саналатын ресейлік Максим Голополосов пен Стас Давыдов және отандық танымал вайнерлер Руслан мен Таир және Джоу Кассис бағалайды. Ал бәйге жеңімпаздарына видео түсіруге арналған заманауи аппаратура беріледі. Біз бұл шараны YouTube мереке жасау үшін, видео контент жасақтау үшін ұйымдастырып отырмыз. Адамдардың видео түсіруге деген талпынысын оятқымыз келеді. Себебі қазір қызықты видео түсіру үшін кәсіби шебер болудың қажеті жоқ. Бейне камерасы бар қарапайым телефон болса да жеткілікті. Видео бәйге барысында сондай-ақ YouTube каналында 100 000 адам жазылған канал иелеріне күміс және 1 миллион адам жазылған каналға алтын түймеше беріледі. Ләззат Ахметжан, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы. Информбюро жаңалықтарының да 2013 жылдан бастап YouTube'да өз каналы бар. Біз мұнда ең өзекті, ең қызықты деген жаңалықтармен күнде жүктеп отырамыз. Былтыр 31 арнаның жаңалықтарына 100 000 адам жазылып, біз YouTube'дың күміс түймешесіне ие болдық. Ал қазір біздің ғаламтордағы каналымызға 640 000-ға жоқ адам тіркелген. Сондықтан шындықты бүкпей жариялайтын Информбюро жаңалықтарының YouTube каналына жазылып, шынайы ақпараттардан хабардар болыңыздар.